Қазақстанды Нұрсұлтан Назарбаев емес, басқа адам басқаруы бек мүмкін еді. Кейбір сарапшылар Серік болсын Әбділдің десе, енді бірі Ерік Асанбаевтың есімін атайды. Бірақ екі қайраткер де ел басқару тізгінін қолына ала алмады. Тіпті Ерік Асанбаев көп ұзамай саясат сахнасынан жоғалып кетті. Өз еркімен кетті ме, әлде басқалардың тепкісімен бе? Бұған қатысты айтылатын пікір көп. Неліктен Асанбаевты көбі Назарбаевтың жетегінде кетті дейді. Ол кісінің президент болуға шынымен мүмкіндігі болды ма? Бүгін осы туралы айтайық. Ерік Асанбаев еліміздің тұңғыш әрі әзірге жалғыз вице-президенті. Бұл қызметті Асанбаевтан кейін ешкім атқарған жоқ, өйткені Конституцияға өзгеріс енгізіліп, елімізде вице-президент қызметі жойылды. Ол ел тарихында қазақтың көрнекті мемлекет қайраткері, дипломаты, экономика ғылымының докторы, профессор ретінде есте қалды. Еңбек жолын сонау 60-шы жылдары Қазақ КСР қаржы министрлігінде қарапайым қызметтен бастаған. Ол өзінің білімі мен еңбекқорлығының арқасында лауазымды қызметтерге дейін қол жеткізді. Тіпті тәуелсіз мемлекеттің іргесін қалаушылардың қатарында болды десек, қателеспейміз. Алайда осындай тұлға қалайша саясат сахнасынан кетіп қалды? Неге аяқ асты керексіз болып қалды? Бұл сұрақ көпшілікті әлі ойландырады. 1991 жылы жалпы халықтық сайлауда Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, ал Ерік Асанбаев тұңғыш вице-президент болып сайланды. Ол бұл қызметті 1996 жылға дейін атқарды. Елдегі саясаттанушылар Ерік Асанбаевты 90-шы жылдардың басындағы кадрлық тапшылық кезіндегі бірден-бір мықты кадр болғанын, кейінде сапалы кадрлар жүйесін қалыптастыруға ықпал еткен тұлға ретінде сипаттайды. Мәселен, белгілі мемлекет қайраткері, дипломат, интеллектуал Төлеген Жүкеевтің Асанбаев ерекше тұлға. Егер ол Америкада өмір сүргенде Колумбия немесе Чикаго университеттерінің профессоры болар еді. Тіпті Нобель сыйлығының иегері болатын еді деп бағалауы Асанбаев әлеуетінің зор болғанын аңғартады. Бірақ Назарбаев 1996 жылдан соң Асанбаевты елшілікке жіберіп, кейін мемлекеттік қызметтен шеттетіп, тіпті жаңа заңға сай бұл қызметті жойды. Оның бұл әрекеті сол уақытта президентке ықпалды орнын басар азамат қажет болмағанын көрсеткендей. Негізі ірі қайраткерді елшілік қызметке жіберу, өзімен бәсекелесуі мүмкін тұлғаны республика аумағынан жырақта ұстаудың бір амалы ретінде көрініс тапқаны жасырын емес. Асанбаев та осы тәсілдің құрбаны болды. 2000-шы жылдары Германиядағы елшілік қызметтен қайта оралғанда Қазақстанның саяси жүйесі жөніндегі сыни көзқарастарын ашық айта бастады. Бәлкім оның қызметке қайта шақырылмауының бір себебі осы да болуы мүмкін. Жалпы Ерік Асанбаев Нұрсұлтан Назарбаевқа қолдау көрсетіп, оның президент сайлануына ат салысқан адамдардың қатарында еді. Белгілі публицист Сейдахмет Құттықадамның мынандай пікірі бар. Назарбаевтың билікке келуіне екі адам көп көмектесті. Біріншісі Ерік Асанбаев, екіншісі Балташ Тұрсынбаев. Оңтүстіктің өзін қолдайтынын білген Назарбаев солтүстікті де қамтуды ойластырды. Сол кезде Қостанай өңірінің екі беделді азаматы Назарбаевқа ерекше қолдау көрсетті. Басқалармен салыстыра келе, Қонаевтан кейін билікке Назарбаев келуі керек деп қолдау көрсеткенім рас деп Асанбаевтың өзі де айтқан еді дейді ол. Ерік Асанбаевтың мемлекет құрылысына қосқан негізгі үлесі ұлттық валютаны жылдам енгізу идеясы. Аналитик, кәсіби экономист және мемлекет қайраткері ретінде ол 90-шы жылдардың басында Қазақстанның рубль аймағынан шығуына мүмкіндік барын түсінді. Ресей Қазақстанды рубль аймағынан шығарып жібергенге дейін Ерік Мағзұмұлы Назарбаевты жұмыс тобын құруға көндіріп, өзі Мәскеуден жасырын түрде ұлттық валюта теңгені енгізуге дайындық жұмыстарын басқарды. Сонымен қатар Асанбаев тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік наградаларын әзірлеу процесін басқарды. Ол республика тарихшылары мен дизайнерлерін тарта отырып, бірінші президент орденінен басқа барлық ордендер мен медальдарды әзірлеп бекітті. Одан бөлек тәуелсіз Қазақстанның алғашқы тұрғын үй бағдарламасын дайындады.
Көп ұзамай тұрғын үй құрылыс банкі құрылып, алғаш рет ипотекалық несиелеу енгізілді. Ерік Асанбаев соғыстан кейінгі Германияның табысты тәжірибесін қайталауды көздеді. Онда тұрғын үй реформасы қираған елге қысқа мерзімде қайта көтерілуге мүмкіндік берген екен. Бағдарламаның негізгі лейтмотиві халыққа баспананы қолжетімді ету еді. Бірақ кейін бұл іс сүйіліп кетті. Кейбір сарапшылар сол уақытта үкіметті басқарған Сергей Терещенко тұрғын үй бағдарламасын дамытуға бөлінген қаражатты жым-жылас қылды деген пікір айтады. Міне осындай қайраткер 2004 жылы тамыз айында өмірден өтті. Көзі тірі болғанда биыл торқалы 90 жас мерейтойын атап өтетін еді. Өздеріңізге мәлім, жуырда референдум өтті, жаңа конституция қабылданды. Осы жазда күшінен еді. Өзгеріс көп, соның бірі вице-президент қызметі қайтадан пайда болды. Вице-президент мемлекет басшысының тапсырмасымен елдің сыртқы өкілдігін қамтамасыз етуге, негізгі мемлекеттік институттармен өзара іс-қимыл жасауға, сондай-ақ азаматтық қоғаммен, ғылыми, мәдени және сараптамалық қауымдастықтармен диалогты дамытуға міндетті. Бұл өкілеттіктер негізгі сипатта болып, қажет болған жағдайда президент тарапынан нақтылануы мүмкін. Қазір қоғамда бұл лауазымды кім атқарады, кім лайық деген сұрақ жиі қойылады. Сан алуан нұсқалар айтылып жатыр, бірақ оны уақыт көрсетер. Біздің болжам бойынша мемлекет басшысы вице-президент лауазымына үміткер бірнеше адамды осы күзде депутаттарға ұсынады. Жаңадан құрылатын құрылтай солардың біреуін таңдайды. Осылайша отандық саяси жүйе жаңғырып жатыр.